Ассалаумағалейкум жігіттер, бүгін UFC, бүгін ерекше күн, екі бірдей отандасымыз бүгін жекпе-жегін өткізеді. Бір күнде ендеше Асу Алмабаев және Бекзат Алмахан қарсыластары кім? Қазір енді UFC-ға қызықпайтын қазақ жоқ, өйткені біздің жерлестеріміз көптеп өнер көрсетуде. Біз Шафқатты көретін едік, қазір енді одан кейін соңынан інілер ерді, Асу бар, қазір Бекзат бар, Алмахан, Азат Бақсым алдында жекпе-жекке шықты. Жалпы UFC-ді жайлап жаулап жатырмыз. Ендеше алдағы жекпе-жекте не күтеміз, қарсыластар кім? Біз де осы жекпе-жектерге біраз бір сараптама жасап өтейік. Сараптама жасап өтейік деген ауыр негізі. Тоқталып өтейік дейікші, тоқталып өтейік. Осы жекпе-жектерге кеттік. Бұл спорт ерсін еріппен, бұл спорт сіздермен бірге. Ерспорт YouTube арнасындағы барлық шығарылым Фон Тим достарымыздың көмегімен жүзеге асады. Фон Тим әлеуметтік желідегі барлық арналарына тіркеліп алыңыздар. Қызықты видеолар, қызықты контенттер сол жақта. Енді Бекзат Алмаханның қарсыласы Топурия. Бұл Александр Топурия. Негіз Топурия деген күшті естіледі бар ғой. Илья Топурияны білеміз ғой, бүкілі біледі. Александр деген қақтан шықты дегендер де бар енді. Бұл ағасы екен. Сол Ильяның Александр Топурия өзі бір ғана жекпе-жек өткізген. Сол жаңағы ноунеймға қарсы дейді ғой, сондай бір негізі. Мынау UFC деген өзі қызық. Өзі анда-санда бір андай номерной жекпе-жектер болып тұрады, анда-санда осындай Fight Night болып тұрады. Енді біз Шафқаттан чемпионды күттік, бірақ сәл әлі де енді үмітіміз бар, бірақ оған қашан жетеміз ол белгісіз. Енді жаңа жылдың алдында бір екі жерлесіміз кәдімгі біз қуантайын деп тұр. Бекзат Алмахан, біз осыған дейінгі бұл жігіттің жекпе-жектерін көрдік. Екі жекпе-жек, біріншісі өзі анау Хабибтің інісіне қарсы ойда жоқта шыға келді, бірақ ұтылып қалды. Дегенмен бірінші раундта біз Бекзаттың әуселесін байқағанбыз. Негізі Нұрмағамедовтың өзі біраз сескеніп қалған осы Бекзаттан. Одан кейін екінші Монреальда болған жақта, осыған дейін жеңілмеген Катона деген боецті сол жақта барып ұтып кеткен ғой Бекзат. Мерзімнен бұрын жеңіп кетті, оны білесіздер. Сондықтан да бұл енді Бекзат үшін өзі жол болғыш боец, негізі жол болғыш жауынгер. Неге десеңіздер, бірінші келісім шарт Омарға қарсылас табылмағаннан кейін Бекзатқа келді. Бекзат онымен шықты қорықпай. Бірінші жекпе-жегінде екіншісін ұтты өз жерінде, канадецті. Үшіншісі де міне именной Топурия деген інісі мен ағасы ғой енді. Топурия дегенде UFC-де кәдімгідей орны бар, рекламасы ұрып тұрған фамилия. Тек соны міне соның ағасына қарсы шығайын деп отыр. Енді бұл жерде бой басталмай жатып ақ көбісі негізі UFC-ға қатты бір көңіл бөлмейтіндер, анда-санда көретіндер, Топурия қалай ол Топурияға қарсы сразу шығайын деп жатыр деген әңгімелер бар. Енді бұл ағасы жарайды. Александр Топурия бұл кім? Бұл өзі қаяқтан келген? Енді шынымен жаңағы мен Исатайдың подкастын көрдім, бірінші болға берілген. Шынымен де бұл кісі Исатай әріптесіміз ғой, бұл кісі Топурия өзі шынымен інісінің жолымен келген адам ғой, сол арқасында десек болады. Бірақ Илья Топурияның осындай болып қалыптасуына, осындай бір мықты жауынгер болуына үлкен септігін тигізген ағасы дайындығында, оның осындай бабында болуына, оның жалпы дайындығына атсалысқан осы ағасы дегенде ақпарат бар. Бұл UFC Fight Night Дохада болады, Катарда. Мен Катарда болғам, бір айдай болғам. Сондай бір бай мемлекет қой. Сол жерде міне біздің Бекзат шығайын деп отыр. Үшінші жекпе-жек 12-де 2. Оның көрсеткіші Брэд Катонаны жеңгеннен кейінгі міне тағы да бір маңызды жекпе-жек болайын деп тұр. Александр енді Топурия ақпан айында шыққан өзінің жекпе-жегіне, алғашқы жекпе-жегіне UFC-дағы, ал Бекзат болса мамыр айында, май айында сол Катонаға қарсы өткізген. Сонда анау кішкене біраз уақыт ресми жекпе-жек өткізбеген. Бекзат енді қазір оған қарағанда осы жақында мамыр айында жазда Катонаны жеңді. Енді бұл жерде Алмаханда қандай мүмкіндік бар? Алмахан негізі қазір стойкада өте мықты. Оны көрдіңіздер. Алмахан мерзімнен бұрында жеңе алады және ұпай көрсеткіші бойынша жеңе алатын қабілетке ие. Бекзат Алмахан осы жекпе-жек алдында дайындық жұмыстарын қалай өткізгенін, салмақ өлшеу рәсімі қалай болғанын, салмақ тастау қалай болған бәрін көрдік. Енді шынымен де көзінде от жанып тұр. Бүгін енді Топурияны жеңіп кетсе, ол шынымен де үлкен бір жарнама.
жалпы енді танымалдылық артады деген сияқты біздер жазып қоямыз Алмахан Табурияны жеңді дегендей. Сондықтан да бұл жерде үлкен бір плюс болады Алмаханға. Енді шынымен өзі 24-те бастаған жігіт міне қазірдің өзінде өте жақсы жекпе-жектерге түсіп отыр. Енді Бекзатта жақсы соққы бар, жақсы күрес алады, жақсы қысқа дистанцияда да, алыс дистанцияда да жақсы төбелес алатынын бізге көрсетті. Сондықтан да бұл жерде Алмаханның негізі жеңіске мүмкіндігі Табурияға қарағанда әлдеқайда жоғары. Бірақ Александр Табурия деген бұл негізі жұмбақ. Өйткені UFC-да көп жекпе-жек өткізген жоқ. Оның осыған дейінгі мынау жаңағы испанский лигадағы төбелесін қарасақ, өткендегі сол анау UFC-дағы алғашқы жекпе-жегін қарасақ, соққысы мығым, оны көрдік. Жаңағыдай боксерский бір удар бар дейді ғой, салмақпен ұратынын көріп отырмыз. Сондықтан да бұл жерде Бекзатқа барынша қазір осы жекпе-жекте осындай бір соққыға түсіп қалмау. Негізі мынау UFC-да фаворит деген жоқ қой өзі. Кімнің соққысы дәл тиеді, момент қой, кімнің соққысы сылқ ете қалады, болды, ұйықтадың, қор ете алдың, кеттің. сондықтан да осындай соққыларға барынша түсіп қалмауға тырысу қажет болады әрине. Және енді Табурия барынша қашықтықта алысуға тырысып көреді. Өйткені Бекзаттың соққылары енді қаншалықты жойқын екенін көрдіңіздер. Аяқпен де өте жақсы тебеді, және қазір грэплингте жалпы жерде жатқан кездегі дайындығы да өте мықты екенін көрдік. Сондықтан да бұл жерде барлық жағынан алып қарасақ, негізі Табуриядан басымдық Алмаханда бар. Негізі осы төбелес, соққы, теуіп жіберу, айналып кеп теуіп, астынан көтеріп ұру, міне осы соққылар бұл жекпе-жекте Табурияға қарсы керек. Неге десеңіздер, енді алысқан кезде Александрдың қандай қабілетке екенін нақты айту қиын. Өйткені оның жекпе-жектерде сондай бір алысып бір болевой тартып тастағаны, қылқындырып тастаған сәттерін көп көрген жоқпыз. Сондықтан да бұл жерде өте бір жұмбақ қарсылас дегеніміз осы. Сол үшін де Бекзатқа өзінің басымдығы сол ударкіде болғаннан кейін соққыны дәл мезетінде уақытында жасып қашып кетіп, ұрып кетіп, сөйтіп төбелесетін болса, онда Табурияны жалпы қармаққа түсіруге болады негізі. Осы UFC-дағы жігіттердің көбісінің дайындығына еңбегі сіңген Дәнеш Дүнгенбаев осы жекпе-жек кезінде қасында секундант ретінде бұрышта болады. Маркус Парумпа және Абай Жалал, міне осы жігіттер Алмаханға дәл қасында тұрып қолдау білдіретін болады. Енді бұл шынымен де Алмахан үшін ерекше бір бәсеке болайын деп тұр. Неге десеңіздер, мынау UFC-дің басты картында кімдер төбелесетінін білесіздер. Бұл жерде Царукян, бұл жерде Белал. Сондықтан да бұл бүкіл әлем қарайтын осы UFC Fight Night жобасы болмақ. Оның үстіне жаңағы Катарда орналасуы, сол Катар мемлекетіне жақын, мынау біздер болсын, осы Майнкартта төбелесетін боецтардың жанкүйерлері келуге ыңғайлы, қолайлы бір ортаны таңдаған Катарда. Сондықтан да бұл ерекше бір UFC Fight Night тарихындағы бір үздік кештердің болатынына ешқандай күмән жоқ. Көз түйістіру кезінде Алмаханды көрдіңіздер, өзіне сондай сенімді, әбден бір сағынып қалғаны көрінеді. Мынау 8 бұрышты жұлқынып тұр, және біліп тұр ғой, мына Табурияны қолатсам рейтингте көтерілем, танымалдылығым артады, және әрі қарай титулды жекпе-жекке тағы да жақындай түседі. Негізі Алмаханның ағылшынша сөйлегенін мен көрдім. Кеше жаңағы өзінің киімдерін алып жатқан кезде, одан бөлек оның сұхбатын да тыңдадым. Негізі біздің жауынгерлерімізге ағылшын тілін меңгерген өте жақсы. Прикол ұстап кету, осында бір жаңағыдай трэш-ток дейді ғой, тығып жеру, Табурияны жерден құлатқаннан кейін ана інісіне бір прикол айтып жіберу, жаңағыдай бір болады ғой, жаңағы бір тығып жеретін приколдар болады өз боецтерде. Соны ағылшын тілінде фык-фык еткізсең, бүкіл әлемге ол газет беттеріне шығып кетеді. А сен мына жерде ортан переводчик, аудармашыны күтесің, аудармашы сенің эмоцияңды жеткізе алмайды. Ол уақытта ана жерде қызық емес. Ал өзің келіп тарс Еркебұлан Тоқтар жасайды ғой, орыс тілінде, қазақ тілінде әдемі қылып. Кәдімгідей шоу ғана жерде. Бұл UFC-да шоу, UFC-да бизнес. Сондықтан да Алмаханның осындай ағылшын тіліне ешқандай акцент болсын, басқа жаңағыдай бір тосылып қалам деген қорқыныш жоқ. Тарс-тарс сөйлеп тастауы, сұхбат беруі, және осы тілге бір өзінің қабілеті бар екенін, және құлшынысы бар екенін көрген кезде қуанып қалдым. Шынымен де ертең UFC-да әрине біз Шафқаттан ешқандай үміт үзбейміз, дегенмен біреумен тоқтап қалмауымыз керек. Алмахан әрі қарай біраз осы жерді шулататын сияқты
сияқты менің ойымша. Сондықтан да Тапурия ешқандай да бір кедергі болмау керек. Егер бірінші раундта құлап тастаса мен таңғалмаймын, өйткені менің ойым сондай. Тапурияны бірінші раундта жанып тұрған, алаулап тұрған, көзінде от болып тұрған Алмахан бірінші раундтың өзінде біраз тығырыққа тірейтін секілді бұл спортшыны. Және қайда келгенін осы жолы Тапурияның ағасына бір еске салу керек. Александр Тапурия бұл қандай жер екен? Енді негізі мынау бұл Ильяның ағасы екен-ау, ана фамилиясы Тапурия екен-ау деген әңгіме бұл жерде жүрмейді. Алмаханға осындай бір бақ, осындай бір сәт түсіп отыр. Фамилиясы танымал адам, сондықтан да бірінші раунд Алмахан шешіп, сол жерде айтатын нәрсесін айтып, жай ғана кетіп қалу керек болды. Ол жерде енді Илья Тапурия тұра ма тұрмай ма мен білмеймін бұрышта. Бәлкім тұрса, онда бетіне қарап деп кету керек қой, қысқасы. Үйістіп кете салу керек болды. Сондықтан да барымыз қолдаймыз. Алмаханға сәттілік. Кулачкада Алмахан өзінікін жасайды деп ойлаймын. Біздің екінші отандасымыз бар, бұл Асу Алмабаев. Біздің Асу енді бір тоқтамайтын жауынгер ғой, тоқтамайды. Бір жылда 5-6 бой өткізе береді. Жаңағыдай бір өзі жарақат алмайды. Жақсы ғой, шүкір ғой, жарақат алмай, осындай қорықпай. Кім түседі? Кел, бергел дейді ғой. Кім түседі? Бергел. Мұндағы бер, шығамыз дейді ғой, мысалы. Осы жолы Алекс Перес, оның қарсыласы. Бұл Алекс Перес 33 жастағы американдық жауынгер. Алмабаев мысалы бұл UFC-дағы жетінші жекпе-жек. Біреуінде ғана жеңіліп қалды, Мануэль Капе ма? Португалия содан ұтылып қалды. Одан кейін Очо дегенді жеңді ұпай бойынша. Негізі көбісін біздің Асу ұпай бойынша жеңген. Енді ұпай бойынша жеңу ол да бір негізі табандылықтың көрсеткіші ғой. Асу білесіздер, ол күресте мықты. Асу күресте мықты, бірақ андайда мысалы Хабибтің өткенде кім шықты ғой, Махачев шықты ғой. Махачев шықты. Негізі сол Хабибтің командасына көбісі жаңағыдай көңілі толмайды, өйткені аяққа кіріп кете береді да, жаңағыдай бір UFC-дің берекетін алады. Бір айызын қан төбелес көре алмайсың да мысалы. Ал Алмаханның ерекшелігі, кешірім өтінемін, Асудың ерекшелігі, Асу әдемі күреседі және әдемі бір әдісі бар өзінің. Және ыңғайына келмесе ол тік тұрып та арқасына жабысып алып, болды, кене ғой, арқаға жабысқаннан кейін Асуды сен жұлып алып көр. Медуза сияқты жабысып алады ғой. Сондықтан да бұл жерде Асу төбелесте де, күресте де негізі көбісінен әлдеқайда жоғары, және осыған дейін ұпай бойынша жеңген кездегі Асудың көп жағдайда осы бір аяқта тұрғанда да және мынау күрес әдісіне салған кезде де мықты екенін анық көруге болады. Негізі мына Перес деген қарсыласы осал емес. 25 бой өткізіп тастаған ғой, 25 бой. Оның үстінде титулды бойы бар. Дэйвинсон Фигейредомен болған, бірақ ода ұтылып қалған. Негізі мықтылармен төбелесіп көрген бұл жігіт. Ол жерде Мокаевты айтуға болады. Бұлармен төбелескеннен кейін оның да деңгейі солармен бірдей деген сөз ғой. Сондықтан да бұл жерде Алекс Перес жас 30-дан асып кетсе де бір қалпақ көнер болатын боец емес. Сондықтан Асуға бұл оңай болмайтыны анық. Бұл Перестің бір ерекшелігі жаңағыдай серия удар дейді ғой. Бір қарсылас сәл боқып қалды ма, сәл артқа шегінді ма, бітті. Бұл серия ударды жақсы жасайтын боец. Сондықтан да осы өте бір ең бір басты қаруы осы Перестің. Және қарсыласты ұйықтатпай жүреді, постоянно түрткілеп, анау бір қашан серия жасайтын білмей қаласың да, түрткілеп, постоянно өзінің арақашықтығын ұстап отырады. Сол түрткілеп жүреді да, аяққа кіретін жерді аңдып жүреді. Бұл да күресте өте мықты. Асу да мықты, бұл жігіт те мықты. Сондықтан да қазақша күрес көреміз бе, әлде еркін күрес, грек-рим күресін көреміз бе, бір күрес болады енді бұл жерде. Дегенмен бір әлсіз тұсы бар бұл жігіттің. Соңғы жылдар көп жарақат алды. Соңғы бір жекпе-жегінде тізесінен қатты жарақат алған. Сондықтан да осындай оның жиі жарақат алуы бұрынғыдай бір бабында емес екенін көрсетеді, өйткені ұзақ уақыт жоғалтып алды. Бұл енді Алекс Перес сейчас не тот деген әңгімеге алып келейін деп тұр ғой, былайша айтқанда. Енді Алмабаев та негізі күреске кіріп кетуге дайын болады да, мысалы арқасына өтіп кетуге. Осы жағынан Перес та негізі қорғаныста өте мықты. Жаңа айтып отырмын, дистанцияны жақсы ұстайды. Дистанция ұстағаннан кейін Асуға арқасына өтіп кету, кіріп кету сәл қиындау болады. Сондықтан да бұл Перес деген өзі әмбебап
жауынгер жаңағыдай қашықтықта да, аяқта да, оның үстіне қорғаныста және күресте өте бір универсал боец. Негізі енді асу сондай бір тәртіпке бағынған жауынгер ғой, өте бір дисциплинарный дей ма, дисциплинированный спортшы ғой. Оның үстіне Шафқат қасында жүреді, Шафқаттан көп нәрсе үйренді. Шафқат оның бір екінші ұстазы болды, ағасы болды деп айтуға болады ғой. Оның ертең бұрышта Шафқат міндетті түрде тұру керек, өйткені екеуінің стилі сәл ұқсас, күреске жақын, тік тұрып қылқындыра салуы да мүмкін асудың. Сондықтан да Шафқаттан көп нәрсе үйренуге болады негізі. Сондықтан да бұл жерде әбден енді 7 жекпе-жек өткізді ма, соның барлығын Перес деген зерттеп, көзінің маяқ қанша көрген жер енді бүкіл бойларын. Мануэль Капомен болған жекпе-жек енді саусағы көзіне тиіп кетті. Оны көрдіңіздер, сәл әділетсіздеу болып кетті негізі. Капоен ұтып қоюға болатын еді. Енді жарайды, оны дәлелдей алмайсың. Ол өткен сөтті, кішкене оның стиліне де сай келмеді, Капоен деген. Ал енді қазір Перес өзі күресетін жауынгер болғаннан кейін бұл асу үшін аса бір қиын болмау керек негізі. Ең бастысы стойкада қатты рисковать етпей, қысқа дистанция ұстап, сөйтіп аяққа бір-екі рет кіріп, арқасына жабысып алсаң болды. Кеннеди қадалсаң, ананы Джон Кеннеди қылып жібересің ғой, жалпы ананы тыпырлатпай тастауға болады. Бір-екі рет тыпырлайды, қимылдайды, жарақаттан кейін келген адам. Сондықтан да оның шаршауы тез болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде асу енді өзіне байланысты. Асу бұл матчқа енді Перестің 1040 жекпе-жегін көріп дайындалуға мүмкіндігі болды. Сондықтан да бұл жерде өзінің кезекті жеңісіне жету арқылы өзінің жалпы титулына да жайлап қадам баса берсе болады. Енді Перестің бір-екі рет артқа шегінгені ол бітті деген сөз ғой. Сондықтан да ол артқа қарай шегінбей, сол дистанция ұстауға, асуды күтіп алуға, тіземен күтіп алуға, аяқпен күтіп алуға, сол миы соны ойлап тұрады да оның. Өйткені ол бір кіріп кетсе, енді асу өзі жаңағыдай тығыршықтай оны жұлып алу да қиын да. Сондықтан да барынша енді ол дистанция ұстайды, өзінше кулачкада төбелесуге тырысады, бірақ асу бұл жерде өзінің миындағысын жасауға барынша тырысады деп ойлаймын. Сондықтан да Перес енді қиын болғанымен, бірақ бұл жерде асу жеңіске жетуі керек. Енді шынымен бұл жерде егер жалпы жекпе-жек кулачкада аяқта тік тұрып нағыз төбелес болатын болса, онда Перестің мүмкіндігі көбірек болады. Ал егер күреске толы 3 раундтай күрес көретін болсақ, онда асу бұл күресті алып қояды. Сондықтан да бұл жерде 50-50 кім қаншалықты қарсыласқа өзінің миындағысын жасауға мүмкіндік береді, сол боец жеңеді деген сөз ғой. Қысқасы, екі бірдей қазақстандықтың бір картта болуы, бұл енді білмеймін осыған дейін болды ма болмады ма, бірақ біздің жанкүйерлердің бір назарын елең еткізе қалатын нәрсе. Шынымен де енді мынау төбелес десе өзі тойдан кейін міндетті түрде төбелес болады. Любой ауылда тойдан кейін тойдың арты бойдың арты той болып кетіп жалғаса береді ғой сөйтіп. Сондықтан да бұл спорт біздің жанкүйерлерге қызық, бірақ енді төбелес деген жалпы көбісі спорт деп санамайды енді. Бірақ бұл спорт, бұл бизнес UFC. Бұл жерде танымал боласың, бұл жерде қаржы табасың деген сияқты. Сондықтан да біздің қазақтың жігіттері UFC-ді билеп төстеп алу керек негізі. Өйткені біз жауынгер халықпыз, біз батырдың ұрпағымыз дегендей. Бұл тек жекпе-жек түрлері ғой, бокс болсын, күрес болсын, UFC болсын, бәрі жекпе-жек түрлері. Сондықтан да бұл жерде біздің жігіттер өз дегеніне жету керек. Қазір енді Бекзатты бүкіл Қазақстан таниды деп ойлаймын, Алмабаевты бүкіл Қазақстан таниды деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы Дана Уайттың да бұл жігіттерге ықыласы. Айтпақшы, мен Асу Алмабаевтың жанында ыдырыстың жүргенін көріп қалдым. Серігі болып барған ғой, енді сол жақта жүргенін көрдім, әріптестеріміздің сұхбат алған. Осындай енді ыдырысты да біз алдағы уақытта әлібейді күтеміз. UFC-дің төрінде жалпы бізде қазір жайлап жігіттер осы турнирге ұмтылып бақтарын сынағалы жатыр. Енді бүгін сағат 9-да басталады. Кімнің жеңетін уақытында көреміз, бірақ өз жігіттерімізге біз барынша қолдау көрсетеміз. Енді UFC-ді барынша Қазақстанда насихаттауымыз керек, дамытуымыз керек, насихатын арттыруымыз керек. Өйткені біздің жігіттер сонау шетелде ел намысын қорғап
өз намысты қолдан бермей барынша тырысуда. Сондықтан да алда біздің жігіттеріміз осы UFC-де чемпион болады деп ойлаймыз. Достар, Бекзат Алмахан, Асу Алмабаевқа бірге жанкүйер болайық. UFC-ді біз Ерспорт телеграм арнасында көрсетеміз. Өйткені сапалы түрде бұл UFC-ді көру қиын негізі. Өйткені неше түрлі сайттар бар, рекламаға кіріп кетеді, немесе киноға кіріп кетеді, немесе ұятсыз бір видеоға кіріп кетеді, немесе бір казино ойындарға кіріп кетеді. Сол үшін де мынау біз телеграмда жақсы сапада видеоны көрсетеміз. Өйткені қазақстандық жанкүйерлер бұл видеоны іздейді, міндетті түрде іздейді, таппайды, ссылка сұрайды бір-бірінен. Сол ссылканы мен Ерспорт деген өзімнің телеграмыма салып қоямын. Сол жақта тікелей эфир ұйымдастырамыз. Сондықтан да телеграмға Ерспорт деп жазсаңыз, менің каналым шығады. Сол жақта бірге Асу мен Бекзатқа қолдау көрсетейік. Ендеше Ерспорт YouTube каналына тіркеліңіздер, телеграм арнасына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Қай раундта кім қалай жеңіске жетеді, оны да өз ойларыңыз жаза кетіңіздер. UFC Fight Night екі біздің жауынгерімізге сәттілік. Өз ойларыңызды комментарийге жазыңыздар. Ендеше бірге Ерспорт телеграм арнасынан осы жекпе-жектерді көрейік. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бұл Ерспорт ерсің ерікпен. Бұл Ерспорт